Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын рогаликелерді әзірлейтін боламыз. Ол үшін видеоны толық көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бізге керекті заттар: ірімшік, сары май, ұн, қопсытқыш және қант. Ең бірінші ірімшігімізді ыдысымызға салып, вилканың көмегімен езіп аламыз. Содан соң сары майымызды саламыз, қантымызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Қантымыз езілгенше. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызға қопсытқышымызды салып, араластырып, қолымызбен нан илейміз. Дайын болған күшемізді 3 бөлікке бөлеміз. 10 минуттай тындырып, бірінші күшемізді осылай жайып аламыз. Дөңгелек етіп жайып алғаннан кейін ортасынан осылай бөліп шығамыз. Ортасына өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Менде вареная сгущенка. Осылай барлығын салып алып, екі шетін жақсылап қысып, осылай ораймыз. Екі шетін жақсылап қысыңыздар, өйткені салмаларыңыз ағып кетуі мүмкін. Осымен біздің рогаликелеріміз дайын. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Баршаларыңызға ас болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар.